Семіздік патофизиологиясы бүгінгі тақырып өте маңызды достар. Видео басталмай жатып міндетті түрде достар, осы видеоның көпшіліктің алдына шығу үшін сіздер лайк, комментарий басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл өте маңызды біз үшін. Тақырып өте актуальны, өте қызық және барлығын детальна ашамыз. Жақсылап жайғасып отырып алыңыздар. Кеттік, бастаймыз. Достар, ең бірінші біз семіздікті айтпай тұрып, нутриенттер жайлы айтайықшы, метаболизм жайлы, біздің ағзамызда энергетика көзі қалай болады, соның барлығын айтуымыз керек. Себебі семіздік біздің ағзамызда түсетін тамақтармен тікелей қатысы бар. Сол үшін біз осының норманы бірінші біліп алуымыз керек. Қараңыздар, біздің ағзамызға түсетін негізгі 3 компонент бар. Бұл көмірсу, май, ақуыз. Энергетикалық маңыздылығы бар 3 компонент түсу керек. Әрине су, жаңа электролиттер, витаминдер, олар энергия түсуге қатты бір қатысы жоқ. Ғалым осы 3 компонент біздің ағзамызға энергия жасау үшін қажет болып табылады. Мынаны біліңіздер достар, біздің ағзамыз генетикалық тұрғыдан, яғни бұрынғы ақпараттарына сүйене отырып, кез келген осы 3 заттың біреуін түскен кезде ағзамызға түседі ғой, бірден қорға жинап қалуға тырысады. Себебі ағза үнемі ертеңгі күнін ойлайды. Ертең мен аш болып қалмауым керек, ертең мен өліп қалмауым керек деген сияқты ағзамызда генетикалық ақпарат бар да сондай. Сол ақпарат болғаннан кейін де ағзамыз бірінші болып тұрып ағзаға түскен сүттің барлығын қорға жинап бастайды. Бірінші орында. Негізі осы механизмнің арқасында адам семіре береді. Негізі осы адам өзін-өзі қамшылап отырмаса. Қараңыздар, көмірсу, яғни глюкоза. Глюкоза ағзамызға түскеннен кейін бірінші ол қайда жиналады? Ол қорға, бауырға жиналады. Бауырға гликоген ретінде жиналады. Бұлшықеттерге гликоген ретінде жиналады. Ары қарай ағзаға қажет болса, осы қордан шығарылып отырылады ағзаның жұмысына энергия ретінде. Келесі май. Майдың қоры бұл май жасушалары, адипоциттер. Май ағзаға түскен, әрине оның майдың тағы бір қызметі ол біздің мембраналарымызда, мембрананың қабығы май, мысалы. Осындай қызмет атқарады. Майдың қызметі көп негізі, бірақ энергетикалық қызметі жағынан қарайтын болсақ, артық май жасушаларына жинақталады. Көрдіңіздер ғой? Ары қарай ағзаға энергия жетіспей жатқан кезде, көмірсу жетіспей жатқан кезде, осы қордағы майдан энергия ретінде пайдаланады. Ақуыз бар, белок. Белок та қорға жиналмайды, бірақ ол энергия ретінде пайдаланады. Қандай кезде пайдаланады? Яғни бірінші орында ағзада көмірсу, май жетіспейтін болса, сол кезде ақуыз пайдаланып бастайды. Яғни ақуыз деген қоры болмайды, ол құрылым. Біздің ағзамыздың құрылымы, кірпіші. Ағзамыз энергия жетіспей жатқан кезде сол өзінің кірпішінен алып бастайды, өзінің құрылымынан, яғни бұлшықеттерден алып бастайды, өзінің жаңағыдай белоктық тіндерінен алып бастайды. Кваршерокер деген патология бар ғой, бұзылыс, Африкан балалары қарны шығып кетеді. Вот, осы тікелей қарын бұлшықеттерінің босаңсуымен де тікелей байланысты. Осы себебі қарын бұлшықеттеріндегі белокты жеп қояды ағза өзін-өзін энергия жасау үшін аштықтан. Енді қараңыздар, бірінші этап, не үшін мен бірінші көмірсуды қойдым, не үшін майды емес, ағзамыз ең бірінші орында көмірсуды энергия ретінде пайдаланады. Себебі көмірсу бұл ең оңай сіңірілетін, ең оңай энергия жасалуға ыңғайлы нутриент. Сол үшін бірінші орында ағза май мен көмірсу тұрса, бірінші орында майды пайдаланады. Ол энергия ретінде. Одан кейін барып тұрып көмірсу болмайтын болса, одан кейін барып майға өтеді. Көрдіңіздер ғой, осындай механизм бар. Енді бұл аталған энергетикалық көздің барлығы ағзамыздың жұмысы үшін жұмсалады. Ағзамыз энергия болмаса жұмыс жасамайды ғой. Тірі адам, ол энергиясы бар адам. Өлі адам, энергиясы жоқ адам. Вот осындай жіктеп алсақ болады. Енді қараңыздар, ағзамызда бұл түскен заттар қандай жұмыстарға жұмсалады. Ағзамыздың негізгі энергия жұмсайтын көзі бар. Бұл екі ақ көз. Біріншісі негізгі энергиялар, екіншісі қосымша энергиялар. Негізгі энергия дегеніміз бұл ағзамыз, адам ұйықтап жатады, ештеңе істемейді, немесе комада жатады. Бірақ ағзасы жұмыс жасап тұр. Ми жұмыс жасап тұр, ас қорыту органдары, жүрегі жұмыс жасап тұр, бүйрек барлығы жұмыс жасап тұр. Адам ештеңе жасамаса да өзі қалауымен. Ұйықтаған кезде мысалы алсақ болады. Бұл яғни ішкі ағзаларымыздың өзінің жұмысына кететін энергияны біз негізгі энергия деп аламыз. Ал қосымша энергия деген бар, ол біздің ой жұмысымыз, сабақ оқуымыз, экзаменге дайындалуымыз, көп заттарды ойлануымыз, ол ой жұмысы. И физикалық жұмыс деген бар, жаттығу жасаймыз, жүреміз, қозғаламыз, жұмыс жасаймыз физикалық түрде, үй жинаймыз деген сияқты. Оның барлығы физикалық, ағза қимылдап жатыр. Осы бұл қосымша энергия ретінде. Көрдіңіздер ғой, яғни негізгі энергияға міндетті түрде ол энергия барып тұру керек, ал қосымша энергия ол адам тек қана жұмыс жасаған кезде ғана қажет етеді екен. Осы ұмытпаңыздар. Бұл негізгі база. Енді қараңыздар, ағзамызда семіздік қалай дамиды? Негізгі семіздіктің дамуының 3 факторы бар. Көмірсулы тағамдарды көп жеу, көп тамақ тұтыну, мысалы, тәттілер, сусындар, шоколадтар көп тұтынады адам. Осы бірінші фактор. Яғни бір сөзбен айтқанда тамақты көп жеу. Семіздіктің дамыту үшін бірінші фактор.
себебі тамақ көп жегеннен кейін ағзаға энергия көзі көп түседі. Ол энергия ары қарай жұмсалмағаннан кейін, қосымша энергия ретінде жұмсалмағаннан кейін энергия ағзамызға депоға жинақталады. Жаңағы май жасушаларына жинақталады, қорға жинақталып бастаған адамда семіздік дамиды. Себебі семіздік бұл май жасушаларының көбеюі. Ал май жасушалар бізде артық жаңағы майдың, көмірсудың депосы. Сол себепті олар көбейе береді. Келесі фактор бұл физикалық және ой жұмысының аздығы. Адам мүлдем ойланбайды, мүлдем жұмыс жасамайды. Вот үйінде жата беретін болса, ол семіреді. Себебі ағзамызға түскен тамақтан энергия ретінде жұмсалмай жатыр тамақ. Көрдіңіз ғой, тек қана қорға жинала береді барып. Үшінші себеп бұл патология, кәдімгідей ауру. Мына екеуі физиологиялық негізі достар. Артық тамақ жеген кезде семіру, жұмыс жасамаған кезде семіру, бұл физиологиялық семіру деп айтсақ болады. Ал май жасушаларынан майдың шығуының қиындауымен дамитын семіздік бар. Бұндай семіздік адамдар азу қиын болады өте. Яғни май жасушаларының патологиясы бұл. Тұқым қуалайтын генетикалық патологиясы болуы мүмкін. Осындай патология салдарынан май жасушаларынан қордағы май шығып жұмсалмайды ағзаға. Тек жинала береді, адам содан семіз болып жүреді, дым азалмайды. Бұл енді патология. Бұндай семіз адамдарды қалпына келтіру қиындау. Осыны ұмытпайық. Енді қараңыздар достар. Көмірсу ағзамызға енді ең көп түсетін тағамдық өнім ғой. Күнде көмірсу жейміз. Нан ол көмірсу, мысалы плов жесек те көмірсу, жуа жесек те көмірсу барлығы да. Артық көмірсудың біз ағзамыз не істейді? Көмірсудің барлығын пайдалана алмайды ғой, мысалы. Адамдар көп жұмыс жасамайды бұрынғыда, иә. Көбісі спортпен айналыспайды, мысалы. Артық көмірсу біздің ағзамызда биохимиялық липонеогенез деген процесс арқылы май жасушаларына барып майға айналады. Майға айналып отырылады. Көрдіңіз ғой, яғни біз көмірсуды қанша көп жей береміз, ол көмірсу болғанмен ағзамызда артық болғаннан кейін ол май жасушасына барып майға айналып кетеді екен. Сөйтіп бізде май жасушалар көбейіп, адам тәтті жегеннен семіре береді. Механизмді көрдіңіздер ме? Осындай. Енді біз ас қорыту механизміне бір тоқталайық. Біз тамақты қалай жейміз, олған біздің ағзамыз қалай дайындалады, осы механизм өте маңызды. Бізде сезімталдық органдары бар, иә? Сезімтал мүшелер. Осы органдар ең бірінші орында бізде тамақ тануға біздің ағзамыз дайындайды. Яғни мысалы біз тамақтың түрін көреміз, TikTok-тан тамақ көріп қаламыз, мысалы рекламаларын, содан бір тамақ жегіміз келіп тұрады, бургер жегіміз келіп тұрады, көргеннен. Естиміз тамақтар туралы, мына жердің тамағы күшті екен, осындай дәмі бар екен. Вот екіншісі. Үшіншісі дәм сезу, сен аузыңа салып көресің, дәмі қалады, қатты бір тәбетің ашып кетеді. Үшіншісі иіс, тамақтың иісін сезесің сен. Вот осындай бір ерекшеліктер болады. Осындай 4 түрлі жол арқылы біздің ағзамыз тамақ туралы ақпаратты қабылдайды. Ол алынған ақпарат бірінші болып тұрып біздің миымыздың қыртысына барады. Миымыздың қыртысына барып, мидың қыртысындағы аштық орталығын қоздырады. Осы аштық орталық қоздырылған кезде ол информация қозып гипоталамусқа барады мидағы. Мидағы гипоталамусқа барады. Гипоталамусқа барған кезде нейропептидаза Ю деген нейропептид активтенеді. Ол активтенген кезде гипоталамустың ішіндегі аштық орталығы қозады. Гипоталамустағы аштық орталық қозған кезде біздің ас қорыту органдарына сигнал барады да, ас қорыту органдары тамақ жеуге дайындалып бастайды. Сөл өндіріп бастайды, жаңағы қышқылы бар, пепсині бар, трипсині бар, бәрін өндіріп ас қорыту органдары дайын тұрады тамақ жеуге. Осыдан кейін барып тұрып біз тамақты барып жейміз. Тамақ жедік, ас қорыту органдарымыз оны қорытқаннан кейін жаңағы түсті де шекке түсіп ыдырады, барлығы сіңірілгеннен кейін бүкіл жеген затымыздың бәрі қанға түседі. Қанға түскеннен кейін барып тұрып біздің қанның құрамында мана адам енді ештеңе жеген жоқ, ештеңе жемегеннен кейін қанның құрамында барлығы азайды ғой, көмірсу азайып кетті, иә. Осы азайып кеткен заттардың бәрі орны толғаннан кейін, концентрациясының бәрі жоғарылағаннан кейін, жаңағы белоктың, майдың, көмірсудың қайтадан сол қан арқылы информация мидың қыртысына барады да, мидың қыртысындағы тоқтық орталығын қоздырады. Ал ол тоқтық орталығы дәл сол жағдайда қозғаннан кейін гипоталамусқа қайтадан сигнал береді. Қайтадан сигнал беріп, гипоталамустағы тоқтық орталығын қоздырады. Тоқтық орталық ас қорыту органдарына сигнал беріп, болды, тамақ керек емес, ештеңе жасамаңдар деп сигнал береді, біз тамақ жемейміз. Яғни тоямыз тамаққа. Көрдіңіздер ме? Не үшін адамдар жаңағыдай өзінің тойғанын кеш біледі дейді? Себебі осындай жол арқылы өткеннен кейін біз тойғанымызды кеш білеміз. Сол үшін тойып тамақ жемеу керек деп айтылады. Себебі біздің кішкене аш болып тоймай қалғанымыз, ол біздің тойғанымыз негізі. Бұл бірінші жол, достар. Бұл гуморальдық жол деп айтсақ болады. Біздің ас қорыту жүйеміздің жұмыс жасауының гуморальдық жолы. Тағы бір жол бар. Біз мысалы тойғанымызды қандай кезде білеміз? Ол асқазанымыздың қабырғасында жүйке талшықтары бар. Афферентті жол арқылы жүйке талшықтарымыз тамақ асқазан толып кеткен кезде сол тітіркеніп миға сигнал береді, қыртысқа, гипоталамусқа сигнал береді де сол жерде тоқтық орталығын жабады, активтейді.
тоқтық орталығына типтеген кезде уже біледі. Асқазанның көлеміне қарап та біздің миымыз тойғанымызды біле алады екен. Яғни асқазанның көлемі ұлғайған кезде біз миымыз бірден тітіркеніп тоқтық орталығы активтенеді екен. Осындай себептерге байланысты біз тойғанымызды білеміз. Енді қараңыздар, семіздіктің дамуының эндокриндік 4 жолы бар. Эндокриндік жүйенің өзгерістерімен жүретін. Ең біріншісі лептиндік жол. Лептин деген бұл біздің май жасушаларынан өндіріледі. Май жасушаларынан өндіріліп, біздің мидағы тоқтық орталығын активтеп отыратын зат. Ол қалай десеңіздер, лептин негіз нормада нейропептид Ю дегенді тежейді барып. Сол кезде аштық орталығы қозбай, тоқтық орталығы қозады. Адам тамақ жемейді. Яғни адам қаншалықты семіз болып май жасушалары көп болатын болса, сол май жасушалары нормада лептин өндіру керек. Осы лептиннің арқасында семіз адамдардың тәбеті басылып отырады. Тамақ көп жемей, тоқтық сезімі оянып барады. Ал лептин жетіспеушілігімен жүретін май жасушаларының патологиялары болады. Сондай кезде осы лептин өндірілмей, нейропептидаза Ю активтеніп, адамның аштық орталығы активтеніп, адам тамақты жей береді, өзін тойғанын білмейді. Бұл бірінші жол. Эндокриндік жүйенің өзгерісіне байланысты. Екіншісі гипотиреоидтік жол, яғни гипотиреоз, бір сөзбен айтқанда. Қалқанша безіне тікелей байланысты. Қалқанша безіне өндірілетін тироксин гормон нормада ол майдың барлығын жағып жібереді. Май жасушаларына әсер етіп, майдың барлығын жағады. Ал адамда гипотирез болатын болса, йод жетіспейді, мысалы, тироксин гормон ағзада жетіспесе, біздің май жасушаларымыз неғылмай, жағылмай, наоборот, көбейе береді олар, жинақтала береді, олар энергия ретінде қолданбай қалады. Вот соның салдан липолиз ғой, бір сөзбен айтқанда майдың жануы, ол липолиз деп айтылады. Сол төмендейді, адамда семіздік дамиды. Себебі май қолданылмай жатыр. Тағы бір не бар? Жол бүйрекүстілік механизм. Бұл бүйрекүсті безіне сіздер білесіздер, кортизол деген стресс гормон өндіріледі. Яғни адамда гиперкортизиндік жағдай болады, мысалы эцинга кушин деген ауруы, сол кезде адамдар семіздік дамиды. Кортизол көп өндіріле беретін болса, қанның құрамында не болады? Гипергликемия болады. Глюкозаның барлығы шығарылады. Глюкоза көп, қанның құрамында көбейтіп жүреді бұл гормон. Ал артық шығарылған глюкоза барады майға айналады. Майға айналып семіздіктің дамуына алып келеді. Көрдіңіздер ғой, яғни глюкозаның бұл жерде майға айналуын күшейтіп жүреді екен. Кортизол деген гормон егер көп өндірілетін болса, эцинга кушин ауруының механизмін оқысаңыздар түсінесіздер бұны. Келесі инсулиндік. Яғни гиперинсулинизм деген бар, мысалы ұйқы безінің бета жасушасына рагы болатын болса деген сияқты тағы да басқа бұзылыстарға байланысты ұйқы безінен бета жасушасына инсулин көп өндіріледі. Ол процесті біз гиперинсулинизм деп атаймыз. Егер инсулин көп өндірілетін болса, тоже ол қандағы бүкіл ішектен түскен глюкозаның барлығын май жасушаларына тығып тастайды. Вот соның салдарынан май жасушаларында май көбейіп, адамда семіздік дамиды екен. Яғни бұл эндокриндік 4 жол. Көрдіңіздер ғой? Егер осы жолдың біреуін сіз науқастан анықтаған болсаңыз, вот осы сізде семіздіктің дамып тұрған себебі, сіз сонымен жұмыс жасауыңыз керек. Түсінікті ғой? Енді семіздіктің түрлері бар. Классификациясы деп айтсақ болады. Шығу түріне байланысты семіздіктер біріншілік және екіншілік болып бөлінеді. Біріншілік семіздіктің даму жолы бұл гипоталамуста бұзылыстар. Мысалы, гипоталамуста лептинге деген сезімталдық жоқ. Сол себепті тек қана аштық орталық қозып тұра береді, нейропептидаза активтеніп тұра береді, адам тамақ жей береді, өзін тойғанын білмейді. Тоқтық орталығы себеп тежеліп қалады. Яғни сол гипоталамустағы немесе қыртыстағы бұзылыстарға байланысты. Тоқтық орталығы активтеніп, тежеліп, аштық орталық қозуымен жүретін патологиялар. Травма болуы мүмкін, вирус, инфекция, аутоиммунды аурулар тағысындағы оған алып келеді. Келесі екіншілік себептер, яғни бұл орталықтан тыс себептер. Мысалы, алиментарлы, мысалы, тамақты көп жейді, немесе ұйқы безінен инсулин көп өндіріледі, бүйрекүсті безінен не өндіріледі, жаңағыдай кортизол көп өндіріледі, мидың қыртысындағы аштық орталығы активтеніп кете береді, қалқанша безінен тироксин гормон дұрыс өндірілмейді. Бұл екіншілік семіздіктің дамуының жолы екен, классификация бойынша. Келесі май жасушаларының жинақталуына байланысты классификация бар екен семіздіктің, яғни еркектерде алма тәрізді деп айтылады, әйелдерде алмұрт тәрізді семіздіктің түрі бар, оны біз көп өтеміз. Яғни еркектердің семіздігі алма тәрізді болады, қарны доп-домалақ болып, еркектер семіреді алманың формасында. Ал әйелдер керісінше, әйелдердің негізі көп май жасушаларының шоғырланған жері ол бөксесі. Бөксесіне май жиналғаннан кейін ол әйелдердің семіздік формасы алмұрт сияқты болып келеді денесінде. Бұл осындай. Үшіншісі аралас түрі бар, алма тәрізді, алмұрт тәрізді болып келуі мүмкін. Семіздіктің осындай түрлері бар екен. Келесі адипоциттердің саны және көлеміне байланысты.
гипертрофиялық деген бар. Адам 30-35 жастан асқаннан кейін май жасушалары көлеміне қарап, көлемі ұлғайып бастайды. Осыны біз гипертрофиялық семіздік деп айтамыз. Ал гиперпластикалық семіздік деген бар. Бұл май жасушаларының санының көбеюімен көрініс беретін семіздік. Аралас түрі бар, екеуі де бірге жүреді. Келесі ИМТ-ға байланысты семіздіктің классификациясы бар. Бірінші степень, екінші степень, үшінші степень деп айтылады. Яғни ол ИМТ дегеніміз индекс масса тела, яғни біздің денеміздің бойымыздың ұзындығы мен салмағымыздың арасындағы сәйкестік. Егер де осы сәйкестіктің арасында 25-29 аралығында артық салмақ болатын болса, бұл бірінші дәрежелі семіздік деп айтылады. 30-39 арасында болатын болса, екінші дәрежелі семіздік. 40-тан жоғары болатын болса, үшінші дәрежелі семіздік деп айтылады екен. ИМТ бойынша видео бар, достар, артық салмақты қалай есептеудің жолы YouTube-та видео бар. Мен сіздерге осы видеоның астына қойып кетермін. Кіріп қарап шықсаңыздар болады. Қалай есептейміз оны, бәрін көресіздер. Келесі грелин деген бар. Грелин біздің ас қорыту органдарынан өндірілетін гормон. Асқазаннан көбінесе өндіріледі. Қашан өндіріледі ол? Ол барады да адам тамақ жемеген кезде, салмағы азайып кеткен кезде, қанның құрамында глюкоза азайып кеткен кезде, гипогликемия кезінде, тамағымыздың құнарлығы аз кезде, яғни бір дұрыс тамақ жемейміз. Пустой тамақтар, кукуруз, тәттілер жей береміз, осындай құнарлы тамақтар жей берген кезімізде біздің асқазанымыздан грелин деген гормон өндіріліп қанға шығады екен. Ол барып тұрып не істейді? Гипоталамусқа барады. Гипоталамус соның салдарынан нейропептидаза гипоталамуста осы грелиннің арқасында нейропептидаза Ю активтенеді. Ю барып тұрып не істейтінін оны білесіздер, мана баста айтып кеттім сіздерге, аштық орталығын активтейді. Көрдіңіздер ғой? Яғни сол кезде адам тамақ жеп бастайды. Бұл грелиннің әсері. Ал лептин оған қарама қарсы. Лептин, наоборот, нейропептидаза Юды тежейді керісінше. Көрдіңіздер ғой? Осы енді бұл гуморальды жол, гормональды жүретін жол болғаннан кейін сіздерге осындай ерекшелікті айтып кеттім. Назарларыңызға көп рахмет. Видео пайдалы болған болса қатты қуаныштымын. Достарыңызбен бөлісіп қойдыңдар. Бұл детальны ғой, достар, барлығы айтылды. Сіздер енді мына патологиялық негізгі механизм түсінуіңіз керек, достар. Адамның ағзасы семіз болуға бейім негізі. Бейімді себебі адам генетикалық тұрғыдан өзіне қор жинауға бейім. Энергияны көп жұмсамай, қор жинап қалғысы келеді. Себебі біздің ағзамыз генетикалық тарихына қарасаңыздар, аштық дәуірінде өмір сүрді. Сол кездегі генетикалық ақпарат қазірде де бар болғаннан кейін, ағзамыз әлі күнге дейін солай ойлайды. Сол кездегі де ойлайды да, мен аш болып қалатын шығармын, мен ертең тамақ болмай қалатын шығар деген оймен өмір сүргеннен кейін, адам көп тамақ жей береді, көп семіріп кете береді. Сол көрдіңіздер, осы механизмге байланысты. Әйелдер еркектерге қарағанда көп семіреді. Оның себебі әйелдің ағзасы үнемі жүкті болуға дайын болып жүреді. Сол себепті де ол баласының ертең энергиямен қамтамасыз ету үшін ағзасы үнемі семіз болып жүреді. Семіздікке бейім болып кете береді. Себебі ана баланы ертең энергиямен қамтамасыз етіп алайын, ете алмай қалсам қиын болады деген понятиямен өмір сүреді. Әйелдердің ағзасы сондай. Сол себепті семіздікке бейім. Енді мүлдем семірмейтін адамдар болады, достар, ол қанша тамақ жесе де, ол бірінші орында генетика, достар, бұл жерде. Генетика қатты рөл ойнайды. Егер сіздің тұқымыңыз дейді ғой, бір сөзбен айтқанда, генетикаңызда жоқ болса семіз адамдар, сізде семіздік болмау ол нормальды. Осыны оңыз, яғни ол физиологиялық табиғатыңыз сондай. Ал бір адамдарда мүлдем тамақ жемесе де ол семіз болып келеді. Ол да тоже генетикалық тұрғыдан берілетін факторлар. Ол адамдардың азуы қиын болатын шығар, бірақ мынандай да, сіз генетикаңызды ұмытып кетпеуіңіз керек, бірінші орында. Бұл өте маңызды. Өте маңызды осындай ақпараттар. Достар, енді мен сіздерге ой салдым. Азудың жолын енді білген шығарсыз. Міне 3 фактор сіздерге шешіп береді. Тамақты аз жеу керек, яғни бірінші фактор жоюыңыз керек. Екінші фактор бұл физикалық және ой жұмысын күшейтуіңіз керек. Осы кезде сізде энергия көп жұмсалып, семіздіктің алдын аласыз, немесе семіздікті жоясыз. Бұлған қатты қиын емес, достар. Егер ойға салатын болсаңыз, әрине бірден адам азып кете алмайды. Сіз қанша жыл бойы жинаған артық салмақты сіз бірден бір айдың ішінде құртып тастай алмайсыз. Қайтадан сондай уақыт жұмсап, ол майдан арыла аласыз. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі сабақтарды көріскенше, видео пайдалы болмаса тағы айтамын, қолдап кететін.